жалпы қай кәсіпте көбірек табысқа жету жайында осындай сұрақтар келеді маған. Құрметті жастар, айтарым, дұрыс, енді еңбегіңіздің зейнетін көргіңіз келеді, бірақ айтарым, ақшаны ойлап бастамаңыздар. Әуелгі бастаған ниет ақша болмасын. Ниет солай болсын. Осы бір таңдаған саламды дамыту арқылы елге, халыққа, жалпы адамзатқа пайдасын тигізу арқылы, өзгелердің бір қажетін өтеу арқылы, және өзгелерге бір мұң-мұқтаждығын шешу арқылы деген ниетпен кіріңіздер. Жалпы жеміс ағашын отырғызған кезде, оны баптаймыз, оны жақсылап қараймыз, астын ақтап тұрамыз, құрт-құмырсқадан аулақ өнім берсін депті. Сол өнімнің құндылығын арта берген кезде ол керемет жеміс береді. Егер жаңағыдай тек қана ақшаны ойласақ, онда әлі жеміс бермей тұрған жеміс ағашымызды өзіміз тоқтатып тастадық деген сөз, біліңіздер. Сол себепті ниет, біздің мақсат мұратымыз ақша болмасын. Мақсат мұратымыз өзіңіз ұнатып тұрған саланы дамыту, сапасына, қызметіне, соны көбірек ойлаңыз. Сол кезде Алла берекетін берсе, жаңағы ойлап тұрған ақшалар өздері келе бастайды.